Бәріңізге сәлем достар. Бүгін жұмсақ болып шығатын әрі өте дәмді орешкелер дайындаймыз. Өзім тапсырысқа жасап жүрген рецептімен сіздерге бөлістім. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасаңыз. Және менің каналыма тіркеліңіз. Міндетті түрде алдағы уақытта тегін рецептімен бөлісемін. Ендеше жасауды бастайық. Біздің майымыз 72% болуы керек, және жұмсақ болуы керек. Осы жұмсақ майымыздың үстіне шекерімізді салдық. Содан кейін бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің майымыз жұмсақ болуы керек, сол кезде осылай венчикпенен жақсы болып араласады. Осы массамызды араластырып алғаннан кейін, енді келесі кукурузный крахмалымызды қосамыз. Крахмалымызды қосқаннан кейін 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Енді барлығын тағы да венчикпенен араластырамыз. Алдын ала өлшеулі тұрған ұнымызды сеткіден өткізіп, үстіне қосамыз. Бізге қажетті осы қана құрам қажет болады, басқа ештеңе қоспаймыз. Ұнымызды қосқаннан кейін қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осы орешкенің рецептісін осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығын жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырды холодильникке қоюдың қажеті жоқ. Дайын болғаннан кейін бірден пісіре береміз. Біздің қамырымыз міне дайын болып қалды. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы керек. Осы кезде алдын ала орешкемізді пісіретін формамызды қыздырып қоямыз. Менде осындай электрический форма алдын ала қыздырып қойдым. Оған дейін біз 5 граммнан барлығын бөліп дайындап аламыз. Осылай бірінші салмастан барлығын 5 граммнан өлшеп аламыз. Сол кезде біздің орешкеміз артық болып піспеді. Барлығы бірдей болып пісетін болады. Барлығын осылай салып шықтым. Енді бетін жауып пісіріп аламын. Аздап қызарғанша, немесе өзіңіз қалауыңыз бойынша сарғайғанша пісірсеңіз болады. Біздің орешкелеріміз дайын болды. Келесі кезекте енді біз дайын болған печеньелеріміздің жанындағы артық жерлері болса алып тастаймыз, ал жоқ болса, онда сол күйінде жасай береміз. Осы рецептімен жасап көріңіздер, жұмсақ болып шығады. Енді біз келесі ішіне сгущенкамызды құятын боламыз. Менде осындай рогачев деп аталатын сгущенка. Сапалы түрі, сапалысын қолдансаңыз, сіздің орешкелеріңіз жақсы болып шығады. Екі жағына бірдей салып, енді бір-бірімен теңестіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Шайға өте дәмді, әрі тапсырысқа жасасаңыз да болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын бассаңыздар, менің әрбір салған рецептім сіздерге бірінші болып көрініп тұрады. Тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.